Айналаңызға ақылмен ой жүгіртіп қарайтын болсаңыз, барша әлемнің белгілі бір тәртіппен немесе жүйемен тіршілік кешіп жатқанын бағамдар едіңіз. Күн мен түн, қыс пен жаз белгіленген уақытта айналып келіп отырады, және бәрі де қатаң жүйеге бағынады. Дегенмен де жаратқан барша әлемді осылайша жіпке тізген моншақтай қатаң жүйеге бағынышты етіп қойғанмен де адам атты саналы тіршілік иесіне біршама еркіндік берген сияқты. Сол еркіндікті пайдаланған пенделер тәртіп, жүйе дегенді білмей көңілдері не қаласа соны жасағылары келіп жатады. Ал бұлай жасау жеке адамның өзіне ғана емес, айналасындағыларға да залалын тигізеді. Өміріңіз белгілі бір жүйеге келтіру арқылы сіз тірлігіңізді біршама жеңілдетуге, ойлаған мақсаттарыңызға қол жеткізуге мүмкіндік аласыз. Өмірін бір жүйеге келтіріп, істейтін шаруаларын алдын ала жоспарлап алып атқаратын адам мен бейберекет әрекет ететін адамның арасында үлкен айырмашылық бар. Ойына келгенде нәпсісі қалағанды жасайтын адам өмірде де қызметте де игіліктерге жете алмайды. Өмірді жүйеге келтірудің адам үшін маңызы зорлығы да осыдан болса керек. Яғни жүйелі, жоспарлы әрекет ететін адам қай салада да жақсы нәтижеге жетеді. Жүйеге келтіруді үлкен нәрседен емес, кішкене шаруадан бастаған жөн. Мәселен, күнде таңертең күндегі әдетіңізден 30 минут ерте тұрып, 15-20 минут дене жаттығуын жасауды әдетке айналдырсаңыз, бұл оншалықты қиын шаруа емес. Оның есесіне денсаулығыңыз нығайып, жұмыс қабілетіңіз артады. Ең бастысы, өміріңізді бір жүйеге келтіресіз. Белгілі уақытта тамақтану, белгілі уақытта ұйқыға жату, күн сайын бірер сағат таза ауада серуендеу, біліміңіз бен біліктілігіңізді жетілдіруге көңіл бөлу. Осылардың бәрін күн сайын жасайтын іс ретінде жүйелеп, күн кестесін жасап алсаңыз және соны сақтауға тырыссаңыз, көп ұзамай өміріңіз белгілі бір жүйеге түседі. Оның пайдасын да бірден сезіне бастайсыз. Өміріңізді жүйеге түсірудің тағы бір пайдасы адам өз сезімін, ақыл ойын, іс-әрекетін бақылап басқаруды үйренеді. Егер сіз белгілі уақытта ұйқыңыздан тұрып, күн сайын белгілі шаруаларды жасамайтын болсаңыз, бір күні кеш жатып, келесі күні ерте оянатын болсаңыз, бір күніңіз екінші күніңізге ұқсамайтын болса, онда бұл өміріңізді жүйеге түсіру қажеттілігін көрсетеді. Оны жүзеге асыру үшін ең алдымен өзіңіздің шамаңыз жететін және көңіліңізге ұнайтын істерді белгілеп алып, сонымен күн сайын айналысуды әдетке айналдырыңыз. Көп ұзамай өміріңіз бір жүйеге түсе бастағанын байқайсыз. Ал ол сіздің өміріңізге міндетті түрде жағымды, жақсы өзгерістер әкеледі.